Сәлеметсіздер ме? Біз бүгінгі сабақта 10-шы сынып Алматы кітап баспасы информатика оқулығындағы функциялар мен процедуралар тақырыбын қарастырамыз. Функциялар мен процедуралар бір-біріне ұқсайды. Айырмашылығы функцияда ретурн мен мән қайтаратын болса, процедурада print арқылы қайтаратын болады. Біз бірінші мына мысалды қарастырайық. N санын берілген, ол санның оң немесе терістігін анықтайтын процедура жаз дейді. Мен осы программаның кодын теріп қойдым. Енді бұл жерде бізге анықтау деген процедура құрылады. Параметрсіз, яғни егер параметрлі болса, мына жақшаның ішінде параметрлері жазылады. Егер осы процедура шақырылған кезде теріс сан деген хабарлама шығады. N деген санды енгізуіміз қажет болады. Егер осы енгізген n санымыз 0-ден кіші болса, онда біз анықтау деген процедураны шақырамыз. Ол кезде бізге экранға теріс сан шығу керек. Ал егер шарт орындалмаса, яғни 0-ден үлкен болса, яғни оң сан болса, онда экранға оң сан деген хабарлама шығу керек. Нәтижесін қарайық. Бізге сан енгіз дейді. Кез келген бір теріс санды енгізіп көрейік. -6. Бізге теріс сан, яғни анықтау процедурасын шақырып тұр. Енді біз оң сан беріп көрейік. Ол кезде бізге оң сан деген нәтиже шығарып тұр. Келесі екінші мысалды қарастырамыз. Тіктөртбұрыштың ұзындығы менен ені берілген. Параметрлі процедураны пайдаланып, осы тіктөртбұрыштың ауданы мен параметрін тап. Енді осы кодтың Python тілінде теріп қойдым осы кодты. Бізге бұл жерде екі процедура тұрамыз, аудан және периметр деген, және олардың параметрлері берілген, демек параметрлі процедуралар. Және соңынан біз осы аудан және периметр деген процедураларды шақыру арқылы, print арқылы олардың нәтижелерін аламыз. Және бұл жерде біз printке ауданның формуласын, периметрге периметрдің формуласын жазып қойдық. Енді нәтижесін көретін болсақ, біз тіктөртбұрыштың ұзындығын енгіземіз. Мысалы 5 см, ені 2 см. Сол кезде бізге ауданын және периметрін есептеп шығарады. Келесі үшінші мысалды қарастырамыз. Бұл мысалда кездейсоқ толтырылған массив берілген. Осы массивтің әрбір элементінің цифрларының қосындысын анықтайтын есебі берілген. Программа кодын теріп қойдым. Программа кодына қарайтын болсақ, бізге рандом модулін енгізу керек болады, импорттау керек болады. Өйткені біздің массивтерімізді кездейсоқ сан бойынша өзі толтырып береді. Бұл жерде сумма цифр деген процедура құрылған. Процедураның денесі глобалды айнымалы бізде бұл жерде S. Глобалды айнымалы дегеніміз, өйткені бұл жерде S айнымалысы процедура денесінде де және программада да қолданылып тұр. Сондықтан да біз оны глобалды айнымалыға айналдырдық. Қандай да бір T деген сан 0-ге тең болғанша while циклы жүріп тұрады. K тең болады T% 10 деп отырғанымыз. T бізге берілген санның, қандай да бір T деген сан беріледі бізге, сол санның соңғы цифрын K өзіне меншіктеп отырады. S айнымалысы оны қосып отырады. Циклды айналдыру үшін T тең болады, T 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігін алып отырады. Ары қарай бізге қандай да бір N деген санды енгізу керек болады. Бұл бізде сан массив элементінің ұзындығын енгізуіміз керек болады. Және бізге сол қанша сан енгіздік, сонша орын дайындап береді бізге. 0-ге толтырып, ары қарай бізге қосындыны есептеу керек болады. Қосындыны есептеу үшін цикл ашамыз. Бізде for i аралық 0-ден n-ға дейін деп береміз. Ал мына жолда бізге программа кездейсоқ 1 менен 1000 аралығындағы массивті құрып береді. Ал мына жолда бізге массивтің әр элементі үшін сумма цифр деген процедураны шақырып отырады. Және әрі қарай экранға қосындыны есептеп шығарамыз. Енді нәтижесін көрейік.
Бізге массив элементінің ұзындығын енгіз деп беріп тұр. Біздің массив элементінің ұзындығын 3 деп берейік. Массив құрып берді және массив элементтерінің қосындысын анықтап берді. 9-ға 5 қосамыз, оған тағы 5 қосамыз, 19 шығады. 5-ке 1 қосамыз 6, 6-ға 4 қосамыз 10, 8-ге 2 қосамыз 10, ары қарай 1, 11 деген санды дұрыс шығарып тұр бізде.